Мен мына сөзге күлгім келеді да, қазір адамдар айтады да, ой, мен саған бұл белый зависть қой дейді да. Зависть деген, зависть есть зависть. Ол белый, красный, черный деп ол бөлінбейді. Қазір көп адамдардың бастарына неше түрлі, Құдай сақтасын, сынақтардың келуінің барлығы, проблемалардың болуының себебі біз бір-бірімізге тілеулес емеспіз. Біз ит тілеулеспіз, мышық тілеулеспіз. Шынайы тілеулес адамдар жоқ. Мысалға бір оқиғаны айтып берейін сіздерге. Бір отбасыға екі келін түседі да, енді екеуі бір-біріне абысын болады ғой, бірақ екеуі де көтермейді. Сөйтіп барып бір ақыл шыға алмай, молдаға барып сұрайды ғой, тоже білмедім. Не деп тілейсіздер десе, мына абысынымда бірінші бала болмасыншы, менде болсыншы деп тілейді екен. Кезек-кезек екеуінен сұраған ғой. Сен не тілейсің десе, менде мына абысынымда бала болмасыншы, бірінші менде бала болсыншы деп тілейді екен да. Сөйтіп ол екеуіне де шешіміне айтыпты. Екеуің бір-бірлеріңе тілесеңдер, екеуіңде де бала болады деген екен. Солай балалы болған екен екеуі де тілеулес болғаннан кейін. Сондықтан мен айтатыным, тек қана мышық тілеулес болып өтірік беттеріңізге отырған отырыста деп өтірік сыртты былай көре көзге мақтай бергенше шынайы тілеулес болыңыздар. Сонда сіздердің өмірдегі проблемаларыңыз да шешіледі и сауап та болады сіздерге бұл нәрсе.